сіздерге бір сұрақ қояйын, өз ойларыңа жауап беріп көріңдерші, дей ме? Иә. Енді тыңдаңдар. Балалар, адалдық дегенді қалай түсінесіңдер? Асаның биыл заты аптеке болмайды. Дұрыс айтасың, Ахмет. Асаны төлей керек. Дұрыс айтасың. Машина алып қашқа болмайды. Тағы, не білеміз адалдық жөнінде? Марика, не білесіз? Дұрыс айтасың. Ақшамыз қысып қалды. Балалар, не байқадық? Ақшам қалды. Түсіп қалған ақшаны не істеді Қарақат? Алып берді. Бұл жақсы қасиет па? Иә. Қандай қасиет көрсетті бұл? Күшті, адал қасиет көрсетті, иә? Әркез адал болу керек, балалар. Балалар, сіздер адалдық жөнінде мақал-мәтел білеміз бе? Кім біледі, кәне? Қол көтерейікші. Балалар, үнжіп айтағыш, қандай мақал-мәтел білесіз? Адалдық адал ісі. Адалдық таза ниет. Адалдық бар жерде адамның жүреді. Адалдық жүректің айнасы. Адалдық тады татты. Ауға заттыны ал, ақылсыз төл кетейді. Пешіз уақыт кет. Міне ақсан төскіге бола ма? Жоқ. Дүкенші жоқ болса да төле, адал бол. Қандай дүкенге келдіңдер? Адалдық дүкенге келдіңдер, иә? Сендер келген дүкенде сатушы болды ма? Болған жоқ. Ал сендер не істедіңдер? Ақшасын төлеп кеттік. Ұнаған заттарыңды алып, ақшасын төледіңдер де, дүкенші жоқ болса да төлеп кеттік. Міне балалар, әркез осылай ісімізге адал болу керек. Дүкенде дүкенші болмаса да, алған затымыздың ақшасын төлеп, солай дүкеннен шығып кетуіміз керек. Солай ма? Иә. Балалар, міне адалдық деген осы.